Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге әр үйдің асханасында болатын, бірақ оның шынайы емдік қасиеттерін көп адам білмейтін керемет бір табиғи антибиотик туралы айтып бермекшімін. Ол қарапайым пияз. Иә, дәл сол күнделікті салатқа қосатын, тамаққа дәм беретін пияздың өзі. Бірақ оның ең үлкен күші денсаулыққа тигізетін ерекше емдік әсерінде жатыр. Бүгін пияздың неге табиғи антибиотик саналатынын, оны қалай дұрыс қолдану керектігін, қандай ауруларға көмектесетінін, және ата-бабамыз неге оны әрқашан үйде ұстағанын толық айтып беремін. Бұл видеоны соңына дейін көрсеңіз, пиязға мүлде басқаша қарайтын боласыз. Пиязды бұрын тек тағамға қосатын бір шөп деп ойлау қате. Оның ішінде адам денесіне пайдалы жүздеген биологиялық активті заттар бар. Әсіресе фитонцид деген табиғи зат оның ең басты емдік күші. Фитонцид – микробтарды, бактерияларды, вирустарды өлтіретін табиғи антибиотик. Ешқандай химиясыз, ешқандай қосымша қоспасыз, табиғаттың өзінен берілген таза ем. Сондықтан пиязды турағанда көзден жас шығатыны да бекер емес. Өйткені сол кезде фитонцидтер ауаға тарайды да микробтарды жояды. Яғни сіз пияз турап жатқанда, ол сіздің ас бөлмеңіздегі ауаны да тазартып жатыр деген сөз. Ал енді пиязды суық тиюге, жөтелге, тұмауға, тамақ ауырғанда және иммунитет әлсірегенде қалай қолдануға болатынына тоқталайық. Ең алдымен пияз шырыны туралы айтайын. Бұрыннан бері қазақтар пияз шырынын ең күшті ем ретінде пайдаланған. Пиязды ұсақтап турап, үстіне аздап қант немесе бал қосып қойсаңыз, біраз уақыттан кейін пияз өз шырынын шығарады. Сол тәттілеу шырынды күніне 2-3 шай қасықтан ішсеңіз, 2 күннің ішінде жөтел жеңілдеп, қақырық жақсы шыға бастайды. Бұл әдісті әсіресе балаларға береді. Дәмі қатты ауыр емес, табиғи, жанама әсері жоқ. Пияз бен балдың қосылысы өте күшті антибиотик. Бал қабынуды басады, ал пияз микробтарды жояды. Екі емнің біріккен күші ауруға қарсы өте жақсы жұмыс істейді. Пиязды бөлмеге қойып қоюда керемет халық емі. Туралған пиязды шағын кесе немесе тәрелкеге салып, адамның ұйықтайтын бөлмесіне қойсаңыз, ол ауадағы бактерияларды, вирустарды, жағымсыз иістерді өзіне тартып алады. Бұл әсіресе мұрын бітелгенде, тұмау кезінде жақсы көмектеседі. Көп адам таңертең тұрған кезде бөлмеде ауыр иіс бар деп ойлайды, бірақ ол пияздың микробтарды өзіне жинап, жойып тастағанның белгісі. Сол себепті пиязды бөлмеге қойып ұйықтау өте тиімді. Ал пиязды аяққа байлап ұйықтау туралы халық арасында көп айтылады. Бұл да жай сөз емес. Адам денесіндегі уыттар табан арқылы сыртқа шығатыны ғылыми дәлелденген. Пиязды табанға қойсаңыз, ол денедегі токсиндерді өзіне тартады, қан айналымын жақсартады, дене қызуын түсіреді. Әсіресе балалар ауырғанда бұл әдіс жақсы нәтиже береді. Көп ата-ана таңертең баласының денсаулығы жеңілдеп, демалысы жақсарғанын байқайды. Пияздың табандағы белсенді нүктелер арқылы жұмыс істейтін ерекше қасиеті бар. Пияздың қабығы да өте пайдалы екенін айта кету керек. Көп адам пиязды аршып, қабығын тастап жібере салады. Бірақ дәл сол қабықтың өзінде иммунитетті күшейтетін, қан тамырларын тазартатын, жөтелді басатын табиғи антиоксиданттар бар. Пияз қабығын қайнатып, әлсіз шай сияқты тұнба жасап ішсеңіз, бұл ағзаны микробтардан қорғайтын өте пайдалы сусын. Әсіресе күз бен қыс мезгілінде 2-3 күнде бір рет ішіп тұрсаңыз, суық тиюдің алдын алады. Пияздың тағы бір ерекше күші мұрынды ашатын әсері. Егер мұрныңыз бітеліп, тыныс алуыңыз қиындаса, пиязды 2-ге бөліп, иісін терең жұтып көріңіз. Бұл қиын сияқты көрінгенімен, пияздағы эфир майлары мұрын ішіндегі ісікті басып, жолды ашады. Мұрыннан су ағып тұрған кезде де көмектеседі. Бұл әдіс 1-2 минут ішінде әсерін береді. Әсіресе дәрісіз, қауіпсіз жол іздейтіндер үшін өте тиімді. Пиязды буға салып емдеу де ежелден қолданылатын әдіс. Қайнаған суға пиязды салып, буын терең тыныспен иіскесеңіз, өкпедегі қақырықты жұмсартып, тыныс жолдарын кеңейтеді. Бұл әдіс бронхит, құрғақ жөтел, тұмау кезінде өте пайдалы. Бұл жүйке жүйесін тыныштандырып, бас ауруын да жеңілдетеді. Ал енді пияздың адам иммунитетіне қалай әсер ететіні туралы айтайын. Пиязды күнделікті аз мөлшерде тұтыну, ағзаны үнемі қорғап тұратын қалқан сияқты. Пияз құрамындағы витаминдер, әсіресе С дәрумені, ағзаны салқын тиюден сақтайды.
Минералдар мен эфир майлары қан айналымын жақсартады. Сондықтан пиязды жиі жейтін адамдар сирек ауырады. Пияз асқазанға да пайдалы. Ол ас қорытуды жақсартады, ішектегі зиянды бактерияларды жояды, ағзаны шлактардан тазартады. Бірақ асқазаны өте сезімтал адамдар пиязды аш қарынға көп мөлшерде жеуден сақ болуы керек. Енді пияздың неге антибиотик деп аталарын нақтылайық. Антибиотик микробтарды жоятын зат. Бірақ дәріханадан алынатын антибиотиктер ағзаға ауырлық түсіріп, бауырды шаршатады, иммунитетті әлсіретеді. Ал пияз табиғи антибиотик. Ол тек зиянды микробтарды өлтіріп, пайдалы бактерияларға тиіспейді. Бұл оның ең үлкен артықшылығы. Сондықтан ауырмаған кезде де, ауырған кезде де пиязды қолдану денсаулық үшін өте пайдалы. Пиязбен жасалатын тағы бір қарапайым ем тамақ ауырғанда қолданылатын жылы пияз компресі. Пиязды үкіштен өткізіп, аздап жылытып, матаға орап, мойынға 10-15 минутқа қоюға болады. Бұл қабынуды азайтып, ауырсынуды басады. Бұны әсіресе ангина, фарингит, тұмау кезінде қолданады. Пияздың жылуы тамақты жұмсартады, ал фитонцидтер микробтарды жояды. Пияздың тағы бір пайдалы қасиеті қан айналымын жақсарту. Ол жүрек қан тамырларын нығайтады, қан қысымын реттейді. Әсіресе пиязды шикі күйінде жеміс көкөністермен бірге жеу өте тиімді. Пияздың күшті қасиеттерінің бірі ол ағзадағы қабынуды басады. Сол себепті оны құлақ ауырғанда, тамақ қызғанда, мұрын сіңгенде, бас ауырғанда, тіпті буын ауруларында да қолдануға болады. Халық болып пиязды қолданғанымыз бекер емес. Әр ауруға бір әдісі бар. Пияздың қабығын да пайдаға асыруға болады. Қабығын қайнатып, шашты шаю үшін, теріні тазарту үшін, иммунитетті күшейту үшін, тіпті табиғи бояу ретінде қолданады. Бұл көшпенді қазақтардың медицинасына тән тәжірибе. Пияздан жасалған табиғи шәрбатты балалар да, ересектер де қолдана алады. Бұл дәріден әлдеқайда қауіпсіз, химиясыз, табиғи. Әсіресе ауру асқынып кетпей тұрғанда пиязбен ем қабылдау ең керемет шешім. Пияз суық тиюдің алғашқы белгілерін тез тоқтатады. Мұрныңыз қышып, денеңіз тоңып тұрса, бір кесе жылы шаймен бірге жаңа туралған пияз жесеңіз, ертеңіне өзіңізді жақсы сезінесіз. Бұл әдісті көптеген адамдар қолданып жүр. Соңында айтарым, пияз жай ғана көкөніс емес. Бұл табиғи ем, табиғи антибиотик, ағзаға қорғаныс беретін ерекше табиғат сыйы. Денсаулықты күтуде ең бастысы дұрыс тамақтану және аурудың бетін бастапқыда қайтару. Ал ол үшін сізге керегі қарапайым пияз. Егер осы айтылған әдістерді қолданып көрсеңіз, пияздың шын мәнінде қандай күшке ие екенін өзіңіз байқайсыз. Табиғи ем ең қауіпсіз ем. Достар, видео пайдалы болды деп ойласаңыз, арнаға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз бізге жаңа пайдалы видеолар жасауға үлкен күш береді.